ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігінің бірі әскери қауіпсіздік болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен ұжымдық қауіпсіздікті нығайту, басқа державалармен өзара тиімді бейбіт, достық және ынтымақтастық саясатын жүргізумен бірге, өзінің қорғаныс жүйесін құру мен оны жетілдіруді көздейтін ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының қорғаныс жүйесі бұл өзінің мақсаты мен мазмұны жағынан агрессияға қарсы негізгі құрал болып саналатын табысты қызмет атқарып жатқан қарулы күштер. Тактиканы терең ұғыну, ұрыста әрекет ете білу мен өз қаруы мен техникасын дұрыс қолдана алу, жауынгерлердің күші мол қарсыластарды жеңуіне мүмкіндік туғызады. Тактика бұл әскери өнердің құрамдас бір бөлігі. Қарулы күштердегі әртүрлі салалардағы әскер түрлерімен, арнайы әскерлердің бөлімшелерімен, бөлімдердің, кеме және құрамалардың ұрыс жүргізу дайындығының теориясын және практикасын қамтиды. Мотоатқыштар бөлімшесі маңдай шеп бойынша 100 метрге дейінгі бекіністі қорғайды. Бекіністе бөлімшенің атыс құралдарына арналған негізгі және қосалқы позициялары орналасады. Олар көрші бөлімшелермен бірлесе отырып, взводтың тірек пункті қапталдары мен маңдай шебі алдында қарсыласты жоюға мүмкіндік береді. Бөлімше бекіністерінде мотоатқыштар, пулеметші мен гранат атқыш қапталдар мен маңдай шеп алдындағы бекіністің барлық кіреберістері нақты, әсіресе қапталдан және айқастыра ату астында болатындай, ал бөгеттер мен кедергілер жақсы байқалатындай жерлерге орналасулары тиіс. Жаяу әскердің ұрыс машинасы бөлімшенің атыс бекінісінің негізгі құрамы болып табылады. Оның атыс бекінісі бөлімше бекінісінің ортасында қапталдарында немесе бөлімше бекінісінің артында 50 метрлік қашықтықта жабдықталуы мүмкін. Мотоатқыштар бөлімшелерінде қарсыласқа бақылау жүргізу үшін бақылаушы тағайындалады. Бақылау қарсылас жайында неғұрлым нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Бақылаушы бөлімше командиріне бағынады және өз секторында немесе ауданында қарсыласты дер кезінде табуға жауап береді. Бақылаушыда бақылау аспаптары, компас және сағат, ал қажеттілігіне қарай байланыс құралдары мен белгі беруші құралдар болуы қажет. Бақылаушы бөлімше командирінің бұйрығысыз немесе басқа бақылаушымен ауыстырмай бақылау жүргізуді тоқтатуға хақы жоқ. Солтүстік Қоңыртоғайының 17 бағытында біз Теректі тоғайының оңтүстік шетінде тұрмыз. Біздің алдымызда Ақсу елді мекені. Одан ары солтүстік батыс бағытта 5 шақырым қашықтықта Ақкөл елді мекені. Бізден сол жақта 2 шақырым қашықтықта Үшбас елді мекені. Бағдарлар: бірінші құдық, оған дейінгі қашықтық 350 метр. Екінші Ақсу елді мекеніндегі 2 қабатты ғимарат, оған дейінгі қашықтық 800 метр. Үшінші жеке өскен ағаш, оған дейінгі қашықтық 1200 метр. Төртінші ол негізгі бағдар Қоңыртөбе, оған дейінгі қашықтық 2000 метр. Қарсылас жаяу әскер ротасына дейінгі күшпен қорғанысқа көшуде. Алдыңғы шебі мұржасы қираған зауыт, Ақсу елді мекеніндегі 2 қабатты ғимарат, 2 трансформаторлық будка. Бөлімше командирінен тапсырма алып және жергілікті жерде өзіне көрсетілген бағдарларды нақтылап алған соң, бақылаушы оптикалық аспаптар көмегімен бағдар мен жергілікті жердің тактикалық қасиеттерін, аса ерекшеленетін жергілікті заттарды зерделеп, жергілікті жер сызбасын құрастырады. Бақылаушы көрсетілген секторды ойша тереңдігі бойынша аймақтарға бөледі. Көз мөлшерімен әдетте 400 метрге дейін тереңдікте. Орташа 400 метрден 800 метрге дейін, алыс 800 метрден бастап және көріну шегіне дейін. Бақылау әдетте жақын аймақтан басталып жергілікті заттар мен жергілікті жерді бір жүйелікпен оңнан солға қарай тексеріп шығу арқылы жүргізіледі.
бақылаушы байқалған нысананың орналасу орнын бағдарларға салыстырмалы түрде анықтайды. Оны сызбаға түсіреді де бақылау журналына жазып, бөлімше командиріне баяндайды. Сержант мырза, бағдар екінші, 10 жақта 0-10 әрі 100, оқпанада танк. Бағдар үшінші, 10 жақта 0-15 әрі 50, оқпанада жаяу ұрыс машинасы. Ату ұрыста қарсыласты жоюдың негізгі құралы болып табылады. Бөлімше жаяу әскердің ұрыс машинасында орнатылған қарудан, автоматтан, мерген винтовкасынан, пулемет, граната атқыштан атысты жүргізеді және қол гранаттарын қолданады. Атыс жүйесі қарсыласты жою үшін бірыңғай жүйеде ұйымдастырылған барлық қару түрлерінің үйлестіре ату мүмкіндіктері. Атыс жүйесінің негізін жаяу әскердің ұрыс машинасы, пулемет пен граната атқыш құрайды. Атыс жүйесі бөлімшедегі барлық қару түрлерінің ату мүмкіндіктері мен оларға берілген құралдардың инженерлік бөгеттер табиғи кедергілер мен өзара тығыз әрекетте болуын есепке ала отырылып құрылады. Жаяу әскер ұрыс машиналарын және атыс бекінісінің басқа да ату құралдарын иемденіп, ату үшін мәліметтер дайындалып, оқ-дәрілердің қажетті мөлшері болғанда атыс жүйесі дайын деп есептелінеді. Қорғаныстағы бөлімшені атыспен басқару үшін бөлімше командирі бөлімшенің атыс карточкасын құрастырады. Бөлімшенің атыс карточкасында бағдарлар, олардың нөмірлері, атаулар және оларға дейінгі арақашықтық, қарсыластың жағдайы, бөлімше бекінісі, атыс жолағы мен атқылаудың қосымша секторы, жаяу әскер ұрыс машинасының пулемет пен граната атқыштың негізгі және қосалқы атыс позициялары. Әрбір атыс бекінісінен қашықтыққа нақты атудың негізгі және қосымша секторлары. Көршілер бекінісі мен олардың бөлімше қапталдарындағы атыс жолағының шекарасы. Бөлімше бекінісіне жақын орналасқан және оны атыспен қалқалайтын бөгеттер көрсетіледі. Сарбаз іс-әрекетінің қимылының табысты болуы оның шабуылға дайындығына байланысты. Взвод командирінің пәрмені бойынша бөлімше командирі «Бөлімше, шабуылға дайындал!» пәрменін береді. Бұл пәрмен бойынша сарбаз қаруын оқтайды. Сүңгі пышақты автоматқа қосып, П көздеу үшін белгілейді. Қол гранатын әрекетке дайындайды. Жарақтан заттарын қозғалысқа кедергі келтірмейтіндей етіп бекітеді. Ал егер қажет болса, оқпанадан тез арада секіріп шығуға арналған бейімдеулер дайындайды. Бұл кезде қарсыласқа бақылауын тоқтатпайды. Бөлімше, шабуылға! Алға! Бөлімше танк соңынан адыммен, я болмаса жүгіріспен немесе өздігінен жаяу әскер ұрыс машинасы атысының қолдауымен қарсыласқа шабуылдай отырып, шабуылдың тереңдігіне жылжуды жалғастыра береді. Жаяу ретте шабуылдаушы мотоатқыштар бөлімшесінің ұрыстық реті жаяу әскердің ұрыс машинасынан және сарбаздар арасындағы 6-8 метр немесе 8-12 адым аралық тізбектен тұрады. Тізбектегі сарбаздар көршілер әрекетіне кедергі келтірмей және тізбектегі шабуылдың жалпы бағытын бұзбай алған немесе бір жақ тұсына жылжи алады. Жаяу әскер ұрыс машинасы бөлімше тізбегінің соңынан, оның қапталында немесе тікелей тізбекте әрекет етеді. Шабуылдау кезінде бөлімше танк соңынан қалмай жылжи отырып, өз атысымен қарсыластың атыс құралдарын, ең бірінші кезекте танкіге қарсы құралдарын жояды. Бөлімше командирі жылжи отырып, тізбекте бөлімшенің шабуылдау объектісін нақтылайды.
Сарбаз ұрыста жергілікті жер сипаты мен қарсылас атысының әсер ету күшіне байланысты жаяу әскер ұрыс машинасында, ал жаяу ретпен қимылдаған уақытта жеделдетілген адыммен немесе жүгіріспен тік я болмаса еңкейтіп жүгіру арқылы іске асырылады. Сарбаз осы тәсілмен шабуыл барысында да алға жылжиды. Бұл кезде ол қаруын тез арада оқ ату жағдайында, яғни дүмді бүйірге қысып ұстайды. Ашық жерде қарсыласқа жасырын жақындау үшін жүгіре өту мен еңбектеп жылжу әдісі қолданылады. Жылжу алдында сарбаз өз бетінше қаруды тежегішке қояды. Бөлімшенің жүгіріп өтуі бөлімше командирінің Бөлімше жеке өскен ағаш бағытында 20 метрлік шепке сол қанаттан бір-бірлеп жүгіріспен алға пәрмені бойынша жүргізіледі. Алға орындалатын пәрмені бойынша бір-бірден жүгіріп өту кезінде сол жақ қапталдағы шапшаң тұрады да 15-20 адымға қарқынмен жүгіріп өтіп аялдама жасайды. Бірінші сарбаз аялдаумен бір уақытта, екіншісі жүгіріп өтушінің сызығына жылжи отырып, ол да аялдама жасайды. Бірінші жүгіріп өтуші екінші жүгіріп тоқтаған кезде ары қарай жүгіреді. Осылайша көрсетілген шепке шыққанға шейін жалғастырылып отырылады. Бөлімшенің қалған сарбаздары да осы тәсілмен алға қарай жылжиды. Орнында қалған жекеленген сарбаздар немесе топтар, сондай-ақ көрсетілген шепке жүгіріп өтуден соң ілгері жылжыған сарбаздар жүгіріп өтушілерді өз атыстарымен қолдайды. Бөлімше тізбегінің бір уақытта жылжу үшін бөлімше жеке өскен ағаштың бағытында алға пәрмені беріледі. Бөлімшені тоқтату үшін бөлімше тоқта пәрмені беріледі. Сарбаз қарсыласпен тікелей түйісу жағдайында қорғанысқа көшу кезінде тапсырма алған соң, ең алдымен жергілікті жерде табиғи тасаларды іздеп табуы, қарсылас оғынан тез арада тасаланып, ұрысқа дайындалуы тиіс. Егер жақын маңайда ешқандай таса болмаса, онда тез арада орлану қажет. Орлануды бастамас бұрын, жатып ату жағдайында жергілікті жерге қысқаша зерделеу жүргізіледі. Сарбаз таңдалынып алынған жерде қаруын өзінің оң жағына қояды. Сол жақ бүйіріне аударылып, жаяу әскер күрегін сыртқы қабынан шығарады. Содан соң сапты ұстап, өзіне қарай ұрып, топырақтың жоғарғы қабатын ашады. Жердің шымқыртысын аша отырып, топырақты екі жаққа қарай тастау керек. Бұл кезде топырақ қалқа пайда болады. Ол сарбазды қарсылас оғынан сақтауды қамтамасыз етеді. Бұдан соң жатып ату үшін оқпана қазылып, жергілікті жермен бүркемеленеді. Бөлімдер мен бөлімше жауынгерлері игерген тактика өнері неғұрлым жоғары болған сайын, жеңу мүмкіндігі де соғұрлым жоғары болады. Кез келген ұрыс тактикалық тәсілдерден басталады. Солармен жүзеге асырылады және аяқталады. Қарулы күштердегі тактикалық дайындық, әскери дайындықтың барлық пәндерін біріктіретін, жауынгерлерді оқытудың маңызды пәні